Баршаға сәлем. Біз видео сабағымызды жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта сіздермен жаңалықтар блогын қойған болатынбыз. Енді ары қарай біз мынау сайтымыздың шапкасы заголовок немесе көбіне хедер деп атайды. Сол хедерді қоюымыз керек. Және мұнда байқап тұрсаңыздар, мысалға кез келген бір бетті ашатын болсақ, ашылған беттің мынандай атауы шығып тұрады. Ол дұрыс. Бірақ та бізде бірінші бетте мынау басты деген атау көрінбеу керек, шықпау керек. Осы атауды жасырамыз, соны үйренеміз. Сосын барып мына жаңалықтар блогынан кейін бізде бөлек тағы бір секция болады. Ол секцияда бірінші бетте біз видео жариялаймыз. Көбіне бірінші бетте колледж туралы промо ролик жүреді. Біздің жағдайымызда кез келген видео, жалпы видеоны техникалық түрде қойып үйренсек болғаны, кез келген видеоны қоя береміз. Соны қалай қоямыз? Бүгін соны қарастырамыз. Ендеше бастайық. Мына жерге бізде бірінші қазір шапкасына арнайы баннерін қоюымыз керек. Мына үлгідегідей шамамен. Ол үшін не істейміз? Яғни консульға өтеміз. Консульдан кейін внешний вид, тема деген бар. Менде ашық тұр. Басып ашамыз. Темамызда настроить дейміз. Настроить дегеннен кейін бізге арнайы баптаулар терезесі ашылады. Осы жерде бізге керегі изображение заголовка деп тұр. Осы жерде изображение заголовка десек, мына жердің суреті ол. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мінекей мына жерде қысқаша ақпарат беріп кеткен. Ақпарат бізге қандай ақпарат керек? Бұл жерде осы жерге қоюға болатын суреттің өлшем бірлігін беріп кеткен бізге. 1920-да 180 пиксель дейді. Ендеше келіңіздер біз Photoshop ашамыз. Осы көрсетілген өлшем бірлік бойынша біз сурет құру алайық. Так, create new дейміз. Мына жерге өлшем бірліктер 1920, 1920 және 180. Әзірше түсі ақ болып қала берсін. Өлшем бірлік разрешение 72 болып қала берсін. Вебке болып тұрсеу. Так, құрып алдық. Келіңіздер фонды бояйық біз. Мысалға бір көк түске. Қазір бір фонды бір бояп көреміз. Неки файл сохранить как. Мына веб-ның ішіне тастай берейік. BG1 деп қойын. Background 1. Кеттік, сақтадық. Ендеше осыны қойып көрейік. Добавить изображение. Загрузить изображение. Так, веб-ның ішінде мінекей BG1 деп тұр. Выбрать изображение. Не обрезать дейміз. Көрейік. Так, мінекей бізде фонымыз қойылды. Опубликовать дейміз. Сосын мына жақтан бір жаңартып көрейік. Мінекей фон қойылды. Так, мынау арақашықтықты алып тастауға болады. Оны қазір алып тастаймыз. Бастысы біз мына жерге фонды қойдық. Мына фон шамалы үйлеспей тұр. Көбіне негізі мына біздің батырмаларымызбен түстес болған дұрыс сияқты. Олай болатын болса, біз не істейміз? Бізге color picker деген керек. Ол үшін мынау біздің экранымыздағы менюлардың түсін көру үшін. Міне colormania менде. Осы арнайы құралды қолдана отырып, мен мынаның түсін көріп аламын. Немесе келіңіздер мынаның түсін алайық. Бізге hex кодын беріп тұр мінекей. Бізге керек болса копировать деп көшіріп аламыз. Photoshop'ымызға келеміз. Заливкада түс тұр мінекей бізде. Осы кезде мына жерге кодын қоя саламыз. Окей. Мінекей. Осын бар қойып көрейік. Файл сохранить как. BG уже бұл 2 бізде. Окей. Нажав қойып көреміз. Добавить изображение. Загрузить. Выбрать файл. BG2. Не обрезать. Көрейік. Так, опубликовать. Енді экспериментальный түрде былай жасап көрейік. Бізде өлшем бірлік 180 болып тұр.
Былай жасаймыз. Так, image canvas size бізде 180 болса, осыны 360 дейік. Біз заливкамызды соңына дейін толтырайық. Файл save as. Бұл бізде bg3. Так. Добавить изображение, загрузить, выбрать файл. Слайберс клик. Так. Біз үлкен өшіретіп алғаннан кейін, көріп тұрсаңыздар, 30 топтардың бәрі кетті. Арада аппақ бізде қарамашылық жоқ. Бірақ та енді қараңыздар, фонның түсімен бірдей алғаннан кейін, менюдің түсімен бірге алғаннан кейін уже сливаться етіп тұр, яғни бір-біріне кіріп кетіп тұр. Енді шамалы түсін өзгертейік. Шымкент білім басқармасының нөмір 37 колледж. Жалпы мақсат осы жерге фонды қоюды үйрену еді. Фонды қойдық. Ал жалпы сәндеу фонды уақыт алады, көріп тұрсыздар. Келесі тапсырма бізде мынау басты деген атауын алып тастауымыз керек. Ол әрине плагин арқылы болады. Ол үшін қайтадан біз өзіміздің консольға қайтамыз. Плагин дегенге келеміз. Так, бір минут. Плагинге добавить дейміз. Добавить плагин. Осы жерге жазамыз hide title деп. Hide жасыру, title, атау, наименование. Осы жерде бізге керегі мынау. Установить. Hide page and post title. Активировать. Енді бағана басты бетімізді тауып аламыз. Изменить. Осы жерде бізде баптаулар. Міне, мынау пункт қосылды бізде. Hide дейміз де. Сохранить дейміз. Жаңартып көрейік. Мінекей алынды. Келесі тапсырма бізде мына жаңалықтар блогынан кейін тағы мынандай бөлетін бір секцияны қосуымыз керек. Бөлгеннен кейін астында бізде видео тұру керек. Кеттік онда. Осы бірінші бетте жұмысымыз арнайы жалғасады. Мына жерге плюс деп біз арнайы мынандай разделителімізді қоямыз. Толықтай болып тұрсын. Сосын бағана бізде жоғарыда жаңалықтар дегендегі интервалымыз қатты үлкен болып кетті. 70 емес. 40 қылайық. Сосын мына жерге де интервал қоямыз. Қазір жабысып жүрмесін. Бұл жер бірақ 20 болсын да. Сосын видеоны қоюымыз керек. Ол үшін мына жерде көріп тұрсаңыздар, негізі қойған бөлініп беретін элементтер көп. Абзац бар, заголовок, тізім, код, цитата көп. Бұның бәрін аспай қарап шығуға болады негізі. Бізге керегі әрине ол видео. Мінекей видео деп тұр. Встраивать видео из вашего медиатеки дейді. Осы элементті таңдаймыз.
библиотека файлов деп бірінші өзіміздің сайтымыздың ішіне салуымыз керек. Менде дайындық болған, бірақ колледждің тақырыбына сәйкес келмейтін бөлек видео бар. Жалпы видео жүктелді, выбрать, мінекей жүктеліп дайын тұр. Мына жерде баптаулар бар. Автозапуск, зациклить, приглушенный дейді. Қараңыздар, настройка воспроизведения. Мынау галочка шығып тұрса, біз бұны қазір сайтта қосып өшіре аламыз. Біртіндеп қазір көрейік. Сохранить. Так. Сақтадық. Маяқта жаңартып көрейік енді бетімізді. Так, қараңыздар. Мынау бізде бастымыз қайтадан шығып кетті. Ештеңе етпейді, оны алып тастаймыз қазір. Так, мінекей біздің бөлу сызығымыз тұр. Оның астына мінекей видеомыз қойылды. Разработка для веба — это сейчас, который занимает много всего происходит в этой области. Я не зад... Мінекей біздің бірінші бетімізде видео тұр. Так, ести аламыз да қандай баптаулар бар. Бұл жерде автовоспроизведение деген бар. Бұл деген сөз сайтты ашқан кезде жаңадан мына видео автомат түрде қойылады деген сөз. Сохранить деп тексеріп көрейік. Жаңартсақ болды бізге. Көріңіз, автомат түрде өзі қойылып кетті. Немесе былай жасап көрейік. Localhost колледж 37. Мінекей сайтты жаңадан аштық дейік. Видео өзі қойылып тұр. Бірақ дауысы приглушенный. Көрдік па? Бұл да жақсы. Мына жерде байқасаңыздар, автозапуск қосқаннан кейін бар, приглушенный деген активный болды. Настройка воспроизведения. Мынау өшіріп қосу батырмас. Автозапускты өшіреміз. Зациклить деген сөз, мына видео бітеді ғой, біткеннен кейін қайтадан қойыла береді деген сөз. Приглушенный. Автозапускты өшіреміз. Зациклить деп қойсақ, видео қайталанып тұра береді. Сохранить. Сосын барып, мына жерде бізде бетіміздің баптауын өзгертейік. Hide деген қайтадан қойайық. Галочкасын дұрыстап. Қайтадан шығып кетіп отыр бұл. Жаңартып жіберейік. Автовоспроизведение бізде жоқ. Баста деген батырмамыз кетті. Баста мына жерге видеомызды қойдық. Басамыз. Разработка для веба — это мы и... Мінекей осы. Яғни бүгін не істедік біз? Мынау шапкамызға дұрыстадық. Біршама уақыт алды. Сосын баста деген батырманы апып, тайтлды, яғни атауын алып тастадық. Сосын барып бірінші бетімізге видеоны қойдық. Бұл жерде видеоның мазмұны емес, жалпы қою мүмкіндігін көрсету болды мен үшін. Бүгінгі сабағымыз қызықты әрі пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше.